Саламатсыздар ма? Наконец-то айларыңызды бастаймыз. Яғни туылған айларыңызды. Кімнен басталады? Әрине Козероги. Тау ешкі қазақша. Қандай адамдар олар? Өте спокойный адамдар, өз-өзін ұстай алатын, сабырлы адамдар. Бір көзге қарағанда тәкаппар, қатал, көкірек көрінгенмен душаларында мягкость бар олардың. Барлық нәрсені пландап жүреді. Олар плансыз ешқандай қимыл жасамайды. Наперед 10 жылға план құрып қойып өмір сүретін адамдар. Жұмысында өте адал, нақты, тиянақты жұмыс істейтін адамдар. Көбінесе өзіне ұнайтын жұмыспен айналысады бұлар. Өзіне ұнайтын жұмыста жұмыс істейді. Сол жерде көп жетістіктерге жетіп жатады. Шумды жақтырмайды, шулы жерді жақтырмайды, спокойствие любит, уют любит и более жанұялық адам. Өте спокойный, сабырлы, жанұялық адам. Олардың орнына сіздер шешім қабылдай алмайсыздар. Семьяда Козероги болса, күйеуіңіз болсын, әйеліңіз болсын. Өйткені олар ондай нәрсені жақтырмайды. Олар барлық нәрсені планмен пландап жүргенді жақсы көреді. Яғни мен шешіп қойдым, осылай болады деп айтып көріңіздер Козерогтарға. Сол момент олардың реакциясы енді овендерден бетер болып кетеді ғой, ашу бір көтерілсе жаман олар. Сондықтан алдын ала айтып, бірге пландап, солай шешім қабылдаған дұрыс Козерогпен. Козерогтар үйленер кезде де, қыздары тұрмысқа шығар кезде де ұзақ ойланады, наперед представлять етеді. Бірінші және партнерді қандай күйеу болады, немесе қандай әйел болады мынау деген сияқты. Сосын барып ұзақ шешім қабылдайды. Козерогтар тәлпіштік, еркелік дегенді көтере алмайды. Сондықтан олармен более сдержанный, более серьезный болуға тырысыңыздар. Олар умный адамдарды жақсы көреді, сосын ақшаны қатты жақсы көреді.